ұланын асыға, Құдай жолын аңсаған Құранын асыға, билік жолын аңсаған ұранын асыға, үй болуды аңсаған сыңарын асыға демейме қазақ ата. Бүгінгі таңды ерекше қуанышпен қарсы алған, көпшілік жұртқа тамсанған, алты алашқа жар салған, бойдақтықтан шаршаған серік бауырымызбен Гүлжанат келінімізді қошемет, құрмет ізетпенен той төріне шақырайық. Алғыстар төрлеріңізде. Ессіз сүйген бір сені жарың келді бұл үйге. Маңдайыңа жазылған бағың келді бұл үйге. Әкең менен анаңа келін келді бұл үйге, табылатын қасыңнан теңің келді бұл үйге. Қарындаспен ініңе жеңге келді бұл үйге, байлық, дәулет, молшылық теңге келді бұл үйге. Бір әулетке өте сыйлы дара келді бұл үйге. Әке дейтін балаңа ана келді бұл үйге. Бақтарың баянды болсын, басымызға бақ болсын, тіл мен көзден сақ болсын, жастарымыздың өмір жолы мына жол секілді әрқашанда ақ болсын, ақ болсын, ақ болсын. Ақ жол, ақ жолмен төрге қарай өтеміз. Шөбере көріп жатырмыз деп жасықтар ғой. Мен айтайын, аман болсын әрдайым үйшіңіз. Таси берсін әрдайым ырысыңыз. Ел сол шөберенің келіндері сәлем салып, шөпшектердің қолынан су ішіңіз. Құдай сол күнге жеткізсін. Столмен бірге орнынан тұра! Какой Джамбо? Не
неге барсың қорқақ болмасаң сүйме қалмасаң сен жақта менің мәңгі болмайсың ба Мынаны Пугачев естіте қойсын. Асылан мынаны естіті. Правосный болу керек та? Болды. Айдалмаған бұндай болса айдалғаны қандай болды деген. Қазақтан шыққан бірінші және соңғы шаман. Бұдан кейін жоқ. Рахат өзім өтіп кеткенде, біреуін сен приколса, Рахат. Не ғой, сеншен ба? Кредит бар ма, сеншен басында? Сен алып көр, бір 5 миллион алып, бір жылға, примерно 3-ші айда төлейтін кезде осылай дауыс шығады.